Сәлем, сіздермен жолы болғыш, және бүгінгі видеода 2025 жылы оқылған алғашқы кітабыммен бөліскім келіп тұр. — 2025 жылды керемет автор Харуки Мураками «О чем я говорю, когда говорю о беге» деген кітабынан бастадым. Бұл кітапқа мен рекомендацияны басқа бір YouTube блогерден естідім. Сондықтан мен көптен бері Харуки Муракамиді оқығым келіп жүрді. Неге сол кітаптан бастамасқа дедім де бастадым, оқып бітірдім. Және ол кітап маған қатты ұнады. Міндетті түрде Харуки Муракамидің басқа кітаптарын оқып көргім келеді. Ендеше үйренгендеріңіздей мен 5 басты өзіме ойларымды жазып шықтым. Міндетті түрде сіздермен бөлісіп, және оларды ұмытып кетпес үшін ендеше бастаймыз. Бірінші, бұл кітаптан менің түйгенім, яғни мен бұл кітапты оқып жатырған кезде бүйтіп цитаталарды өзіме жазып алдым. Ол цитаталардан түйген ойымды да айтам. Кейбір кезде арасында цитаталарды да айтқым келеді. Біріншісі, ол уақытылы жұмыс жасауды тоқтату. Сол кезде ертең жұмысқа оралу жеңілірек болады, және қызықтырақ болады деген сияқты ой. Ол дегеніміз, кейбір сәттерде бір мотивацияның бір пик шыны болады, немесе бір күш қуатын тасып тұрады деген сияқты. Ұйықтайтын уақыт келсе, немесе демалу керек, қатарынан бір 3 сағат сабақ оқып, немесе жұмыс істеп жатырсаңыз, бір арасында 5 минут болсын демалу керек. Бірақ оған қарамастан сіз өзіңіздің жұмысыңызды, бір істеп жатқан іс-әрекетіңізді жалғастыра беретін болсаңыз, тек сол сәтте сіздің мотивацияңыз бар болғасын, және тек сол сәтте сізге жеңіл болғандықтан, онда сіз андай выгорание болады да, ертең жұмысқа оралғыңыз келмейді. Ал Харуки Мураками айтады, егер бір кез келген нәрседе мықты ас болғың келсе, яғни өз ісінің мықты маманы болғың келсе, бір жетістікке жеткің келсе, өз көзінің алдында, яғни қоршаған ортаның және басқа адамдардың алдында емес, онда ең бастысы ол екінші пунктқа өтіп кетеді, бірақ сонда да ол үздіксіз жасау, бірақ уақытылы тоқтау. Яғни ол күніне норма өзіне бір қою, күніне 2 сағат бір кітап оқимын деген сияқты, мысал ретінде, немесе 2 сағат жұмыс істеймін деп. Сол 2 сағат жұмыс істейсің де, жұмысты тоқтату керек. Сол кезде ертең сен қайтадан 2 сағат жұмыс істей аласың. Солай сен күнде 2 сағат жұмыс істейтін болсаң, сен жетістікке жетесің. Ал егер бүгін сенің мотивацияң бар болғандықтан сен 4 сағат жұмыс істеп, ертең сен 0 сағат жұмыс істесең, одан ешқандай пайда жоқ дейді. Міне бірінші түйген ойым осы. Екінші, бізде ол әр нәрсенің өз философиясы бар дейді. Бұл маған ой ұнады. Харуки Мураками айтады, Сомерсет Мэйем авторы, тіпті сақал қырудың да өз философиясы бар дейді. Яғни мен Сомерсет Мэйемнің «Острие бритвы» деген кітабын оқыған болатынмын. Сол кезде де мен Сомерсет Мэйемнің сол ойды жеткізгісі келгені есімде. Сондықтан Харуки Мураками сол автордың ойын өзінің кітабына бір естелік ретінде жазып қойды. Ол маған өте қатты ұнады. Өйткені шынымен де кез келген скучный нәрсе болса да, әр нәрсенің, әр кішкентай болсын, үлкен болсын, нәрсенің өзінің философиясы бар. Және ол философияны түсініп алсаң, саған сол скучный нәрсені жасау не скучно болады десе, қате шығар, бірақ шамамен ойымды мен осылай жеткіземін деп ойлаймын. Сондықтан үшінші нәрсе, ол цитата: «Душевная боль – вот та цена, которую мы платим за свою независимость». Яғни бұл кітап негізі, кітаптың атауы жүгіру туралы болғандықтан, бүкіл ашылатын ойлар, олар не былай, не басқаша кітап емес, жүгірумен байланысты. Ал жүгіру, автор өзі басында айтады, мен бұл кітапты жүгіруге байланысты деп жазып жатырмын. Яғни кітаптың атауы да жүгіруге байланысты, оны мазмұны да жүгіруге байланысты болады. Бірақ сол бір ғана іс-әрекет, яғни жүгіру деген іс-әрекет арқылы мен бүкіл өміріме деген көзқарас және бүкіл өмірлік тәжірибемде деген көзқарасы осы кітап арқылы жеткізгім келеді дейді. Сондықтан Харуки Муракамида осы мақсатына ол жетті, мықты өзінің ойын және тәжірибесін осы кітапта із ретінде қалдыра алды деп ойлаймын. Яғни ол дегеніміз, жүгіру арқылы адам күнде өзін-өзі жеңеді дейді. Тек жүгіру арқылы емес, ол үшін ол күнделікті өзін-өзі жеңу, ол жүгіру, яғни нақты бір іс-әрекет істеу. Шаршап тұрсың ба, далада қар ма, жаңбыр ма, күн ба,
оған байланысты емес, жай ғана күнде жүгіру, яғни аз-аздан үздіксіз тоқтамай бір іс-әрекетті істеу күннен күнге. Сол кезде ол бір философияға айналады, сол кезде сен бір жетістікке жетесің деген ой түйдім. Төртінші бізде өмірдегі приоритет. Яғни әр адам өзінің өміріне нақты бір жасқа келген уақытта дейді, әр адам өзінің өміріндегі приоритеттерді таңдау керек. Яғни егер жастық шақта сен қыдырып бүкіл уақытыңды достарына, қоршаған ортаға, бір қызығушылыққа жоятын болсаң, бір ой түйген кезінде, бір 20-дан асқанда ма, мысалы 20-дан асқан кезде бір өмірдегі приоритеттеріңді анықтап, сол приоритеттерді приоритет ретінде әрқашан бірінші орында ұстау керексің. Сол кезде сен болашақ өзің армандаған өміріне жетесің дейді. Бұл ой маған ұнады, сондықтан мен онымен бөлісіп жатырмын. Өйткені шынымен де адам өмірінде бір приоритет болу керек. Сол приоритет басқа заттарға қарағанда сенде жоғарыда тұру керек. Яғни бірінші орында мысалы біреуде сабағы болуы мүмкін, біреуде жұмысы, біреуде мақсаттары, біреуде отбасысы, біреуде бір бауырлары деген сияқты, біреуде жалпы бүкіл адамзат. Сол секілді әр адам өзінің өмірінде бір приоритет болады. Сол приоритетті ұстанатын болсаң, өмірде өзің қалған бір финишный черта дейді ғой, соған өзің қалған уақытта, өзің қалған жерде тоқтайсың деген сияқты бір ой туындайды. Және соңғы бізде бесінші ол бастағанды үздіксіз жасау. Яғни жаңағы бірінші айтқан ойым мен бесінші ойым екеуі бір-бірімен байланысты десе болады. Өйткені шынымен де бұл кітаптан кейін ең басты түйген нәрсен ол, егер бір нәрсені бастасаң және ол нәрсе саған шынымен түбінде бір пайдасы болады, пайдасы тиеді деп сенетін болсаң, білетін болсаң, тіпті кейбір ақиқат нәрсе болады ғой деген сияқты, мысалы жақсылық жасау, өтірік айтпау деген сияқты, әр адам үшін әртүрлі ақиқат, яғни бірақ соған қарамастан, егер сол ақиқатқа сен сенетін болсаң және сол нәрсе сенің өміріне бір жақсы жағынан әсер етеді деп деген шешімге келетін болсаң, онда міндетті түрде сол нәрсе, сол қорытындыға келетін іс-әрекеттерді күнде үздіксіз жасау керек. Яғни осымен мен Харуки Мураками, о чем я говорю, когда говорю о беге кітабынан алынған ойлармен бөлістім. Сіздер де комментарийға бұл кітап туралы өз ойларыңызды жазып кетіңіздер, немесе жалпы Харуки Муракамидің қандай кітаптарды оқуға кеңес бересіздер. Және лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз. Көңіл бөлгендеріңіз үшін рахмет. Сау болыңыздар.